Кеттік, бәрін таста. Қайда? Саяхатқа. Біз әлі паспортты алмадық қой. Ұшаққа қалай отырамыз? Міндетті түрде шет елге ұшу керек пе? Құрбым, біз қазақ поэзиясының асқар шыңы, сөз өнерінің сәйгүлігі, Ілияс Жансүгіровтің мәңгі өлмес мұрасы Құлагер поэмасына саяхат жасаймыз. Бәрін таста. Бұл жай ғана поэма емес, бұл тағдыр, бұл өнердің қасіреті, бұл қазақ рухының жоқтауы. Бұл оқиға осыдан 70-80 жыл шамасында Арқадағы Еременде мекен еткен Керей елінен шыққан Сағынай деген байдың асы туралы болады. Шапса жел соғатын, дінсе жайлы, тұрса селсоқ, ағылшын аттарымен шатысы жоқ, кәдімгі қазақтың қолтумасы. Араб тілдеріне қатысы жоқ, моңғолдың мес аты да емес, швед, шотланд тұқымынан да бөлек, сүйегі асыл, еш жылқы малына жеткізбес. Ол поэмада Ілияс тек бір бәйге туралы жазбайды. Ол қазақ даласының кеңдігін, адам қызғанышының тарлығын, өнердің биіктігін, қасіреттің ащы шындығын жырлайды. Құлагердің мерт болуы жай ғана ат өлімі емес, бұл әділеттің өлтірілуі. Қандай ғажап шығарма, бұл сияқты маған қатты ұнады. Әрине, өйткені оқырман бұл шығармадан даланың дүбірін естиді, тұлпардың шабысын сезеді, аққанның зарын жүрегімен қабылдайды, ұлттық код оянады. Құрметті оқырман, егер сіз қазақтың шынайы поэзиясын сезінгіңіз келсе, егер жүрегіңізге рухани қуат алғыңыз келсе, онда Құлагерді оқыңыз.